Қазір мен сіздерге товардың бағасын қалай біледі екенімізді көрсетемін. Мына жерде Pinduodu'мызды ашқан кезде ол жерде бізде товардың бағалары тұрады. Кейде товарымыз аз бағада тұрады, кірген кезде бағасы басқаша болады. Бұл жерде негізі маркетинговый вход, басқа бағаны қойып қояды кірген кезде. Бұл көрген товарымызды белгілеген кезде бұл жерде басқа баға болады. Оны бәрін қайдан білеміз? Мысалы, мына носки 1 юань деп тұр. Осыған кіреміз. Мінекей 1 юань мына жерде закуп болып жатыр. Мысалы, закупқа қосылғымыз келеді, осылай басамыз, қосыламыз. Одан кейін мінекей бұл 1 юань. Бұл 1 юань қараңызшы, бұл басқа нені басқан кезде 28 юань болып кетті. Мына жерге басқан кезде 5 юань болып кетті. Мына жерге кірген кезде 2,9 юань болып кетті. Бұл жерде, видите, 1 юань, мына жерде суреті тұр, 1 юань мына носки сатылып тұр деп, а негізінде ол жерде басқа носки сатылып тұр. Оны қайдан білеміз? Оны мысалы біз страницамызға кірген кезде білеміз. Ол үшін мысалы совместный закупқа қосыламыз деп любой адамды таңдаймыз. Одан кейін мына жерде мінекей осындай қытайша жазулар бар. Бұл жерде мысалы 3 деп тұрған 3 пара. 3 пара, значит, мына жерде 5 юань. Мына жерде 1 парасы 2,9 юань. Мына жерде 2-і 4,28. А 1 юань деген бұл бізде мінекей осындай носки. Ертең заказ беріп атқан кезде сіздер ана носки заказ берді, маған басқа носки келді деп, ертең кейбіреулер болады. Мен анже басқа зат заказ беріп едім, маған басқа зат заказ берді деп айтып атады. Сондықтан әр қытайша жазуды басып, суреттерін қарап, перевод жасып, мұқият қараңыздар. Мысалы, мына жерде оттың бағасы деген бұл носки күшті алынып жатыр деген сөз. Мінекей қараңыздар, мына жерде міне осындай носки 5 юаньмен сатылып жатыр. Бұны алып переводчикқа салып көрейік, бұл жерде қандай не жазылып тұрғанын. Қазір переводчикқа кіреміз, Google переводчикқа. Сосын фотомызды қоямыз. Мінекей фотомызды қоямыз. Бұл жерде мынаның үстінен басып қалсақ, холодный и теплый дейді. 3 пары дейді. Тест на цвет кожи 3 пары дейді. Бұл жерде мынандай мінекей 3 пары бежевый цветтен 3 пары сатылады. Ол 5 юаньнан. Мінекей мына жерде 2 штуктан көп алса 50% скидка дейді. Каждый мысалы қытайша жазуларды басып, мінекей былай істеп, былай істеуге де болады. Мысалы 3 пара дейді, холодный и теплый дейді, бежевый и черныйдан 3 пара дейді. Одан кейін мынау екіншісі, мысалы каждый Қытайдың үстінен жай ғана, Қытай сөзінің үстінен жай ғана бүйтіп алсаңыз, переводы шығалады. Холодный и теплый цвет бір парадан дейді. Одан кейін мұны лето дейді, теплый цвет. Бұл жерде летний носки. Мына жерде мұны холодный бір парадан, мысалы холодный, черный, бежевый цвет. Мына жерде холодный и теплый цвет 3 парадан. Солай мысалы переводқа салып көруге болады. Одан кейін бізде мына жерде мысалы 1 юань дейді, 1 юань. Кей кезде сіздер Каспий Алипеймен төлесе, ол 1 юань алынады. Ал егер Каспий Голдпен төлесеңіздер, ол кезде өзінің проценті үстінен алынады. Оны қайдан білеміз? Оны мына 1 юаньның үстінен басамыз. Содан кейін мына жерде любой немізді, мысалы 1 юаньды басайық, осы затымызды алғым келеді. Одан кейін тағы да астына қызылды басамыз 1 юань деп. Мына Алипей емес, біз қазір Каспий Голдпен төлейміз. Маған Алипей шығып жатыр. Артқа қарай басып, мына серый цветті баса салыңыздар болады. Қазір Pinduodu'мен төлейміз дейміз. Мінекей Pinduodu үстін басамыз. Тағы да қызылды басамыз. Мінекей 1 юань болды ғой, біз енді 1,13 юань. Значит, мұны 3% бізде услуга алып тұр. 0,03 юань бізде услуга алып тұр. Полностью, значит, 1,13 юань бізде. Солай осылай сіздер бағаларын көре аласыздар.